1938 жылғы ақпанның 25-не ауған түні Алматыда совет жендеттері қамаудағы 39 адамды бірдемде атып тастады. Бұл күні атылғандардың тізімінде қазақтың алғашқы жоғары білімді әскери дәрігерлерінің және Қазақстандағы тарих ғылымының негізін қалаушылардың бірі, Қазақстан тарихы атты кешенді ғылыми еңбектің авторы Санжар Аспандияров та бар. Ол 1938 жылы 49 жасында атылған. Ал ақын, қоғам, мемлекет қайраткері, жазушы Сәкен Сейфуллин 1937 жылы ұлтшыл буржуа деген айыппен тұтқындалып, 1938 жылы 25 ақпанда Алматы НКВД-сының қабырғасында атылды. Ақынның есімі Сталин қайтыс болғаннан кейін ғана 1957 жылы ақталған болатын. 1938 жылы 25 ақпанда адамдарды топтап ату науқаны басталған. Атап айтсақ, 25 ақпанда Сейфуллин, Аспандияров, Жүргенов, Меңдешев, Садуақасов және басқалары бар 39 адамды. 26 ақпанда 37 адамды, оның ішінде Жансүгіров, Шанин және тағы басқа қоғам қайраткерлері бар. 27 ақпанда 41 адам, 28 ақпанда 40 адам және тағы басқалары. Бұл тізім осылай 14 наурызға дейін жалғасқан. 25 ақпанда атылған 39 адам қатарында азаттық күрескерлері, Совет үкіметінің мемлекет, ғылым, мәдениет, әдебиет қайраткерлері Санжар Аспандияров, Ғабдол Хакім Бөкейханов, Шәкір Дивеев, Сүлеймен Есқараев, Тел Жаманмұрынов, Құдайберген Жұбанов, Темірбек Жүргенов, Ұзақбай Құлымбетов, Ізмұқан Құрамысов, Сейітқали Меңдешев, Ілияс Молдажанов, Хасен Нұрмұхамедов, Қабылбек Сарымолдаев, Жанайдар Садуақасов, Сәкен Сейфуллин, Жағыпар Сұлтанбеков, Нығметолла Сырғабеков, Қайсар Таштитов, Ғаббас Тоғжанов, Мирасбек Төлепов, Зейнолла Төреғажин шейіт болды. 39 мәйіт НКВД қазақ қайраткерлерін атқан түн.